Қайырлы күн менің оқырмандарым. Ағылшын тілін үйрену сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 69-шы сабағымызда мен сіздерге ағылшын тілін үйренуде пайдалы ақыл кеңес беруді жөн көрдім. Сонымен English Language Learning Tips. Менің бірінші кеңесім, егер сіз ағылшын тілін әліпбиден бастап оқығыңыз келсе, онда мұғаліммен бастағаныңыз жөн. Өйткені мұғалім әр істің шебері, тек қана ағылшын тілі емес, кез келген хобби, кез келген затты үйренуді бастағанда, сол саланы жақсы меңгерген маманның көмегіне жүгінгеніңіз жөн. Өйткені ол кісілер сіздің дұрыс бастауыңызға, әртүрлі ережелерді дұрыс есте сақтауыңызға көмек береді. Немесе ағылшын тіліне келетін болсақ, әртүрлі қиыншылықтар болады. Сол кезде сіз менің тілге деген қабілетім жоқ екен, ағылшын тілі мен үшін емес екен деп ертерек беріліп жеңіліп кетуіңіз мүмкін. Сіз қазір ағылшынша сайрап сөйлеп жүрген адамдардың барлығы бір кезде сіз сияқты ABCден әліпбиден бастаған. Екінші, жоспар құрыңыз. Өз бетіңізше оқысаңыз, жоспар құрыңыз. Егер де сіз қандай да бір мұғаліммен оқысаңыз, онлайн, WhatsApp болсын, немесе қандай да бір ғимаратқа барып оқысаңыз, сіз үшін жоспарды сол сабақты өткізетін мұғалім құрады. Мынанша ай оқимыз, осынша айда осынша материалдарды студенттер меңгеру керек деген сияқты. Ал сіз өз бетіңізше оқитын болғандықтан, өзіңізге жоспар құруыңыз керексіз. Алдыңғы 3 айда мен нені білгенім абзал, қандай материалдарды менің меңгеруім керек деп өзіңізге нақты басыңызда жоспарыңыз болсын. Ары қарай кеттік. Келесі, өзіңізді тәртіпке шақырыңыз. Өзіңізді тәртіпке шақыру деген мен орысшадан аудардым, самодисциплина дейді. Мысалы үшін сіз жаңағы мен айтып кеткендей, онлайн, WhatsApp арқылы оқысаңыз, немесе қандай да бір ғимаратқа барып оқысаңыз, сіз білесіз, аптасына 3 рет сағат бәленбайдан бәленбайға дейін сіз сабақ оқисыз. Ал сіз өз бетіңізше оқитын болсаңыз, кейде ерініп қаласыз, енді бәріміз пендеміз ғой, адамбыз, шаршап қаласыз, көңіл күйіңіз болмай қалады деген сияқты. Немесе қазақтардың әдетте әйтеуір той, садақа, қонақ келді, қонаққа кеттік деген шаруалар бітпейді. Сонда кезде, ертең істей салам бүгінгі сабақты деп, уже бір сабақты сіз уақытында өткізбей жіберіп алсаңыз, ары қарай жалқаулық басып кетеді. Сондықтан да өзіңіз тәртіпке шақырыңыз. Яғни аптасына 3 рет осындай күндері сағат осыншадан осыншаға дейін 1 сағат мен ағылшын тілмен айналысам. Немесе әр күн сайын ұйқыға жатар алдында 20 минуттан мен ағылшын тілін оқимын деп өзіңізге кесте құрыңыз. Қандай кезде сізде қандай да бір бос уақыт пайда болса, қолыңыз қалт ете қалған жағдайда ағылшын тілін біраз оқып жүріңіз. Өткенде қандай материалмен таныстыңыз, соны бір қайталап жүріңіз. Бұл автобус бола ма, трамвай бола ма, метро бола ма, немесе поликлиникада кезекте тұрсыз ба, библиотекада отырсыз ба, бәрібір қолыңыз қалт етіп бір уақытыңыз бола қалды ма, жаңа сөздерді бір қайталап жіберіңіз. Кеше танысқан бір мәтінді қайталап оқып жіберіңіз. 1-2 сөйлем болсын аударып жіберіңіз. Сонда ғана ол есіңізде қалады. Және бір айтайын дегенім, сөздік дәптер, сосын міндетті түрде ереже дәптер бастаңыз. Мен өзім міне қаншама жыл аудармашы болып жұмыс істеймін. Менде әлі дәптер бастаймын. Мен әлі үйренемін, әлі оқимын, мен әлі жаңа сөздермен танысамын. Солардың бәрін мен кәдімгідей қолмен, қаламмен жазамын. Өйткені менің техникам сондай. Егер де мен өзім қолмен жазсам, мен тезірек және ұзақ есіме сақтаймын. Сондықтан да менің қазір көп общая тетрадь дейміз ғой, сондай дәптерлерім өте көп. Мен қазақ тілінен де солай жазаймын, орыс тілінен де солай жасаймын, ағылшын тілінен де солай жасаймын, қазір түрікше оқып жүрмін, түрікшеде мен солай жасаймын. Қай тілді қашан бастамасаңыз да, қай тілді оқымасаңыз да, әрқашан дәптер бастаңыз. Қазір әрине заманауи технологияның дамыған заманы. Біреуге мүмкін мына планшеттен, телефоннан карталар жазып соған жазған ыңғайлы шығар. Егер сізге олай ыңғайлы болса, солай жасаңыз. Ал маған қолмен жазған ыңғайлы. Сіздердің араңызда да қолмен жазып, жаттау, еске сақтау
жеңіл болатын адамдар бар болуы мүмкін. Сондықтан да дәптер бастаңыз, оның ешқандай сөкеттігі жоқ. Дәптеріңізді сумкаңызға салып алып жүресіз. Аэропортта отырмын ба, кезекте отырмын ба, ашып қарап сөздерді есіңе түсіресің. Так, ары қарай. Тек қана мұғалімнің берген материалмен шектеліп қалмай, өз бетіңізше де қосымша оқыңыз. Өз бетіңізше қосымша дайындалыңыз. Мен өзімнің YouTube-дағы сабақтарымда сізге әрқашан айтамын, менің сабақтарым сізге сәл-пәл көмек. Ары қарай оны дамыту сіздің өзіңіздің міндетіңіз. Яғни ол не? Ол ағылшынша өлең тыңдау. Ағылшынша YouTube-тан жеңіл-желпі мультфильмдер бар. Сондай мультфильмдерді қараңыз, көріңіз, сол сөздерді жазып алыңыз, сөздікті пайдаланып аударыңыз. Сосын жаңағы мультфильмнің кейіпкерлері қалай айтты, қандай интонациямен, қандай произношениемен айтты, соған еліктеңіз. Соларға ұқсап сөйлеуге тырысыңыз. Сонда ғана сіздің произношениеңіз жөнделеді. Сосын машинада музыка емес, ағылшынша диск тыңдаңыз. Бұл жерде мен сіздерге өмірден алған бір мысалды айта кетейін. Менің ең кішкентай інімнің ағылшын саласына ешқандай қатысы жоқ. Ол журналист. Сол інім ағылшын тілін бастап оқығанда машинасына ылғи да дискілерді салып, сол диалогтар, текстер тыңдайтын еді. Қазір жап-жақсы көп көрім сөйлеп жүр. Екінші сіздерге бір мысал айтайын дегенім, маған менің оқушыларым, студенттерім жазады. Жасым осындайда, осындай класста оқимын, жаңа 10-шы класс, 11-шы класс. Ағылшын тілін әліпбиден бастап оқысам кеш емес пе дейді. Ешқандай да кеш емес. Кез келген тілді қай кезден бастап оқу, қай жастан бастап оқу ешқашан кеш емес. Тек ынта жігеріңіз болсын. Менің сіңілім 2005 жылы мамандығы бухгалтер. Сен өстіп ағылшынша оқы, сенің болашағыңа керек болады деп мен оған айтқанымда, ол ағылшын тілін оқу сіңіліме алынбас қамалдай көрініп еді. Қолдан келмейтін шаруадай көрініп еді. Бірақ десе де біртіндеп ол өзі дискілер сатып алып, содан оқып бастады. Одан кейін репетиторға барып оқып бастады. Сөйтіп қажымай, талмай, өзін-өзі тәртіпке шақырып, жоспар құрып, үнемі жүйелі түрде оқудың арқасында 2 жылдың ішінде өз бетінше ағылшын тілін көп көріп меңгеріп шықты. Соңынан ол ағылшынша, қазақша сөйлейтін компанияларға жұмысқа тұрды. Англиядан барып оқып, 14 пәннен таза ағылшынша емтихандарды сол 3 жыл оқимын өздері, сол 3 жылдың ішінде мүлтіксіз тапсырып шықты. Әрине мен сіңілімді мақтан тұтамын. Басқалары бәленбай рет құлап тапсыра алмай жүргенде сіңілім тапсырып шықты. Бұл не деген сөз? Яғни ағылшын тілін мен сияқты 5 жыл оқып мұғалім болған жоқ ол. Оның мамандығы жаңа есепші деп айттым ғой, экономика, қаржы, финанс саласы. Тілегіңіз болса, ынта жігеріңіз болса, алынбайтын қамал жоқ. Қай жаста болсаңыз да, ынта жігеріңіз болса, сіз меңгермейтін тіл, меңгермейтін шаруа жоқ, өнер жоқ, дағды жоқ. Сол сіздің есіңізде болсын, бәрі сіздің өз қолыңызда. Әрине қиыншылықтар болады. Сол қиыншылық, кейде бірінші қиыншылық шыққан кезде шалқасынан түсетін адамдар бар. Болды, мен қолымнан келмейтін ол. Олай емес. Ары қарай соны еңсеріп жалғастыра берсеңіз, қолыңыз жетеді арманыңызға. Тағы бір айтайын дегенім, өзімнің сабағыма жарнама жасағым келіп тұр. Өткен жарнамада айтқанымдай, мен қаңтардың басында WhatsApp арқылы ағылшын тілін оқытуға топ жинап жатырмын. Әліпбиден бастап оқытамын. Қазір маған көптеген сұрақтар түсіп жатыр. Тек қана 1 ай ғана ма деп. Неге мен 1 ай дедім? Өйткені мен 1 айға сіздің көзіңізді, құлағыңызды ашып беру үшін 1 айға жоспар жасадым. Сол 1 айдың ішінде мен сізді ағылшынша оқытып, жақсылап сөйлетіп, санатып, өзіңіз туралы әңгіме айта алатын, жеңіл-желпі әңгіме айта алатын халге жеткіземін сол 1 айдың ішінде. Ары қарай сіз оқи алғаннан кейін, аудара алғаннан кейін, ары қарай болды, осы білім маған жетеді, ары қарай өз бетімше оқимын, немесе басқа руден оқимын десеңіз, әрине ол сіздің өз шешіміңіз. Ал немесе осы кісінің берген сабағы маған ұнайды, ары қарай да сізбен жалғастырамын десеңіз, онда нұр үстіне нұр, онда ары қарай да жұмысымызды жалғастырамыз. Соны айтайын дедім. 2-3 видео бұрын менде жарнама бар. Егер де маған жаңадан тыңдап отырған қонақтар болса, менің каналымда
сол видеоны қарап, сол видеода келтірген нөмірге WhatsApp арқылы хабарласуыңызға болады. Тағы бір айтайын дегенім, WhatsApp'тағы сабақ тегін ба деп менен сұрайсыздар. Тегін емес, жандарым. Өйткені мен сіздерге міне 3 жылдан астам YouTube'дан тегін сабақ беріп жүрмін. Әлі де Құдай бұйырса мен осы сабақтарды жалғастыра беремін. Но WhatsApp'тағы сабақтарым менің ақылы болады. Бірақ қолжетімді бағасы. Ол туралы да сіз жеке тапсырыс өтініш жазсаңыз, WhatsApp арқылы көрсетілген нөмірге, мына видеода емес, осыдан 1-2 видео барсаңыз, жарнама бар, сол жарнамадағы көрсетілген нөмірге хабарлассаңыз, толарға ақпаратты мен сізге беремін. Сонымен, бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Хабарласыңыздар, пікір жазыңыздар. Сіздердің жылы сөздеріңіз мен үшін өте қымбат. Осы сабақтарды тастап кетпей ары қарай жалғастыруға сіздердің жылы сөздеріңіз, сіздердің мен үйрендім, маған көмегім тиді деген пікірлеріңіз мені жігерлендіреді, мені ынталандырады. Әйтеуір қазағыма аз да болсын көмегім тиіп жатқанына мен өте қуаныштымын. Сонымен келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар.